Hey, what's up достар, сіздермен біргемен Нұр достар. Бүгінгі видеода мен маған ұнайтын топ 10 ютуберлер жайлы айтатын боламын. Иә достар, орыс және қазақ ютуберлер болады. Ал ендеше get go. Достар, мен оның жолында қазақ блогерлі әлі жақсы дамыған, бірақ маған өте ұнайтын достар. Мадикон деген бір блогерді қойғым келді. Иә, негізі бұны сіздер көбілеріңіз танымайтын шығарсыздар. Негізі видеоларын кіріп көріңіздер, негізі өте қызықты видеолар түсіреді. Өз басым маған ұнайды, егерде осы видеоны көрсеңіз, мен топыма кірдім. Келесі достар, мен 9-шы орынға тағы да бір қазақ блогерлі Попстер деген бір баланы қойғым келді. Иә, бұл баладан мен реклама алған. Ол каналға кірсеңіздер, негізі өте қызықты видеолар түсіреді. Әрине ода қазір 40 мың подписчиктей болып қалды. Негізі өте керемет канал, кіріп көріңіздер енді. Достар, мен 8-ші орынға енді орыс блогерін қойғым келді. Мен Влада А4, яғни Влада А4 деген бір көздеріңізге таныс шығар. Ода қазір примерно 7 миллион ба подписчик болды. Енді өте қызықты канал, видеолар көп. Сол канал шығарған контентті біздің қазір қазақ ютуберлер түсіріп жүр. Мысалы, дұрыс трубочканы таңда дегенде сол Влада А4-дан келген контент, өте керемет канал. 7-ші орынға менде достар тағы да орыс ютуберін қойғым келді. Достар, бұл күнде сіздер Химен деген канал, негізі Хаймен бау, Хим мына жерде ат жазып тұрады, негізінде былай қарасаң, негізі өте керемет канал. Арнасында уже қаншама миллион подписчик бар. Негізінде өте керемет канал, ол да эксперименттер жасайды. 6-ші орынға мен қазақ блогері Мистер Прикольчик дегенді қойғым келді. Я бұл көбілеріңізге таныс шығар, яғни скетч жанрынан өте қатты дамып кетті. Ол қазір уже золотой күміс кнопканы алды. Негізі өте керемет канал. Барлық видеоларын көремін, үзбей көремін канал. Негізі өте керемет канал. Егерде күлгілеріңіз келсе, сол каналды көріңіздер. Достар, мен 5-ші орынға тағы да қазақ блогерін қойғым келді. Оның бәріңіз танитын шығарсыздар, ол бізде Темірлан болады. Иә, каналды бәрің білесіңдер, білем. Иә, ол күміс кнопканы алды, білесіздер ме? Мистер Прикольчик пен Темірлан болады. Bir күнде кнопканы алды, яғни Қазақстанға почти бір күнде жіберілген кнопка. Негізі былай қарасаң, негізі влогтар өте қызық. Достар, білесіз жастыр, оның достар бар. Ерса, Аян, Элдар, көп. Негізі оларда мен өз тобыма қойған жоқ, оларды мен өйткені көп қарай бермеймін, сондықтан Темірлан болады неге 5-ші орында. Достар, мен 4-ші орынға тағы да орыс блогері, экспериментчик Мамикс деген бір блогерді қойғым келді. Иә, бұны білесіз жастар, бұның каналының бәрі толған эксперименттер. Иә, 100 мың литр Кока-Кола, соған майонез қосса не болады. Негізінде канал өте қызық, толған эксперименттер. Егер де сіз эксперимент көргіңіз келсе, сол каналға жазылыңыздар. 3-ші орынға мен тағы да қазақ блогер Айбек деген бір блогерді қойғым келді. Иә, негізінде арнасында қазір 130 мың подписчик болды. Иә, негізі маған өте қатты бұрыннан бері көріп келе жатқан блогерім. Достар, мен 2-ші орынға тағы да орыс блогері The Brian Maps қойғым келді. Я неге бұл да скетч жанр, мен өте қатты дамып кетті. Каналда почти бриллиантовый кнопка алды. 10 миллион подписчик бар, даже 11 миллион ба. Негізі өте қатты дамып кеткен канал. Негізі скетч, егерде күлгілеріңіз келсе, там қызық видеолар бар, кіріп көреміз. Мен 1-ші орынға, иә, мен негізінде Q-Style'дың адамдарын қойғым келді, яғни Let's Play-шіктер. Маған 6 бақан Family көбінесе ұнай бермейтін, оларды көремін. Мен тек Q-Style көргім келді, яғни Али Кезетті қойғым келді. Али Кезет дегенде Q-Style'дың барлық мүшелерін қойғым келді, там көп қой. Оларды Q-Style'ның ішінде бәрін айтып шықпай-ақ қойын. Негізі Али Кезет, иә, маған үзбей көремін Q-Style'ның барлық мүшелерін жазылып қойын ютуберлеріне. Осында мен достар өзімнің топ 10 маған ұнайтын блогерлер, ютуберлерімді айтып шықтым. Егер де ұнаса лайк бас, ұнамаса дизлайк бас. Осындай видео болды. Сіздермен болған мен Нурик. Сау!